кураторға, яғни 150-170 деңгейіне қалай келеді. Енді дәл осы схемамен сіз балдарды оқытқыңыз келеді, солай ма? Конверсия немесе количество. Міне 1 миллиардты бөлеміз 20 мың теңгеге. 50 мың бала. Екеуміз бірге жұмыс жасасақ, мына жерден бізе нәтижесін шығарады. Мен мынаны біліп тұрмын да, мынаны білмеймін, себебі модельге байланысты. 10 мың доллардан 300 доллар алайын деп тұрды. Яғни бұның мотивациясы не болады? Көбірек бюджет сливать ету болады. Мына жерде себебі мынау нереально деп айтқым келіп тұр балдарға. 370 бала бір чатқа кірсе, мүмкін емес, себебі оларда расфокус поставып кетеді. Всем день добрый, ребята! Сегодня, наконец-таки, у нас состоятся разборы, где мы разберем ваш бизнес и покажем, какие есть ошибки в нашем мышлении, в инструментах и в систематизации, которые мы сегодня покажем на примере наших участников. Соответственно, всем, кто останется с нами до конца, напишет нам классный комментарий, расскажет свою историю, какой вы предприниматель, с какого города, чем вы занимаетесь. Мы выберем среди вас победителей, и подарок от нашей компании – это разбор и диагностика вашего бизнеса от наших экспертов. И всем, кто останется с нами до конца, напишет крутой комментарий, мы выберем среди вас победителей, которым подарим диагностику вашего бизнеса. 3 лучших комментатора получат от нас призы. Мен қатты бір разбор дейтін өзімнің достарым жаңағы сөйлесіп жатқан кісілерді бүкіл мен өтіп қойдым, ой тақтап бәрінен өтіп қойдым. Сіздің бизнесіңіз? Білім саласы. Что именно? Мен жалпы республика көлемінде онлайн математика мұғалімдерді оқытамыз. Команда тренерлер, полный международныйға дейін тренерлер бар ол жерде. Продукты жағынан вообще проблема жоқ. Ешқашан возврат, возражение деген вообще проблема. Қанша бар командада? Тренерлер составы 30 шақты тренерлер бар. Оборот 2024 мен 200 миллион жатыр. Миллиардный неге оқушыға көшкенге батыр. Ол түсетініне мен сендімін, бірақ менің проблемам алдағы уақытта енді жақынырақ сізбен әрине бірінші танысу болды. Себебі мысалы мен тренерский составты таңдаған кезде өзім кезінде мұғалім болғаннан кейін маған оларға бір проектті беріп, оларға басқару, оларды таңдау маған қиындық тудырмайды. Именно тренерский жаңағыдай продукт жасауда, тренерлермен жұмыс жасауда, олардың мотивациясын беруде менде ешқандай проблема болмайды. Менің проблемам қараңғылық всегда маркетингтен. Мен олардың мотивациясын беруден шаршап қала беремін. Олар жақсы да болып қалады, кейде болмаса мықтылармен білмеймін, сондай бір алдағы уақытта егер мен масштабқа шыққан кезде именно отдел продажбен менде маркетинг саласы мықтап болған қалаймын. Сосын мен өзімнің ең үлкен проблема ол система. Мен өзімнің табиғаты системаға келтіре алмаймын, бірақ системасы мықтылармен жұмыс жасауға тырысамын. Жаңа тренерлер ма, тренерлер өзінің системасын полностью қояды, уже ары қарай жұмысын жасай береді, оларда проблема болмайды. Вот отдел продажи енді всегда ол ауысып тұратын проблема ол барлығында бар. Ол нәрсенің именно маркетинг жағынан. Яғни запрос 200 миллионнан 1 миллиардқа шығу. Понятно, жайлап шығу. Мен қазір аудитория мұғалім ғой. Аудиториям көп болса 30 мың құрайды өзі. Орташа қандай? Мен негізі 15-20 миллион арасынан түспейтін. Тек биыл түстім, осы 2025-те кризисте болды. Неге? Себебі ол специально өзімнің тарапынан. Неге? Себебі 5 жылдай болғанмен таза офис ашып, 2,5 жыл ғой жұмыс жасаған, таза команда болып жұмыс жасаған. Оған дейін репетитор болдық, өзіміз математика сабақ бердік. Бірден 2023 қой, февральда аштым. Жайлап офисті орталықта. И с фреймда құрдық, IP телефония, общем, отдел продаж, маркетинг салып, бәріне кірдім. Бәрін білем дейсің. Бәрін түсінем, бәрін білем. Айтып кісілер бүкіл этапынан өтіп қойдым уже. Тек мен оқушыға кіруде менде қазір сол жерде шектеу болып тұр. Потому что ол жерден үлкен масштабты көріп тұрмын. И мен андай минус возражение. Өзіңіз оқушы ретінде кіру үшін ба? Оқушы емес, аудиторияны оқушы қалайын деп жатырмын. Мен енді білім саласына мұғалімдерге сабақ бердік қой біз. Түсінбедім. Клиенттер тартудан ба? Клиенттерім менің мұғалімдер қазір. Иә. Түсініп тұрсыз ба? Ол аудитория узкий. Иә. Именно оның ішінде математиктер. 30 мың аудитория бар деп тұрмын ғой. Именно оның ішіндегі рулары мынандай, оның ішіндегі жастары мынандай деп өзің қысқартып тастадың ғой аудиторияны. Аудиториям жоқ, жалпы республика көлемінде 30-35 мың математик мұғалім бар деп жатыр өзі. И менің одан білем, егер олармен мен всегда жұмыс жасай бергенмен сол оборотта қалып қоятынды, и мен уже бүкіл білім саласына қатысты не істеу керек білгеннен кейін оқушыларға кіруім керек қой. Оқушылардікі аудиторияда миллионнан жоғары қайда жатыр үлкен. Математика ол бүкіліне керек. Бастауыштан бастап 11 сыныпқа дейін үлкен аудитория жатыр. Яғни бұрында мен тек қана мұғалімдермен жұмыс жасадым, енді оқушылармен де жұмыс жасағым келеді. Иә, оқушыларға көшіне миллиардный жасап жатқан уже компаниялар бар.
Мен қазір енді соларды зерттеу саласындамын. Кез келген үлкен нәрсеге кіру үшін мен постараюсь өзімше максималды түрде ол жаққа обучение жасап, оның проблемаларын анықтап, жаңағыдай ол нишалар туралы зерттеп деген секілді. Бірақ бәрібір қанша продукт Енді математик болсаңыз модельдерін есептеп шығардыңыз ба? тренерлер мықты болғанмен жаңағы мен сол жаңағы алдағы уақытта маған жүйе керек. Жоқ, түсінікті ғой. Иә. Математический модельдерін есептедіңіз ба? Қандай тараптан қалай? Жаңағы Мысалы. декомпозиция тарабынан, мысалы 1 миллиардты бір жылда шығару үшін там айына там 100 миллион дейік, 80 миллион дейік, соның есебі бойынша мен қанша 80 миллионға бала оқытуым керек, қандай орта чекпен, қанша маған мұғалім керек деген сияқты есеп қой. Одан кейін ол онлайн форматта ма, офлайн форматта ма, Қазақстанның көлемінде ма, Алматының көлемінде ма, қалай болады деген сұрақ. Сізде Мен, жоспарыңыз бар ма, жоқ па? Жоқ, четко нені әлі қойған жоқпын, потому что бұл менің жоспарым жаңа жылдан кейін келесі оқу жылына. Мен қазір бірінші идеялаймын. Қараңғы уақытта кішкене жарық қылу керек болады. Мен мысалы бір какой-то проект бастайтын болсам, мұғалімдердің арасында да болса, олимпиада ашатын болсам, мен ең мықты деген олимпист, соны басқаратын адам табамын бірінші. Потому что мен системаға мықты емес, мен чисто эмоциональный адаммын. Мен бір күнде 20 миллион жасауым мүмкін, бірақ ол 2 айда жасай алмауым мүмкін, да? Бір вебинарға кіремін, 30% конверсия көрсетемін, а одан кейін мен просто демалып жүріп кететін адам. Сондықтан мен всегда бір жұмыс жасайтын болсам, мүмкіндігінше сол саланың мықтысын таңдауға тырысамын. И мен алдағы уақытта айтқым келіп жатқаны, алдағы уақытта сіздермен бір жағынан танысу мақсатта келіп отырмын. Бір жағынан ішіне ертең кірген кезде менде андай ішінде сенім болу керек. Ертең мен маркетингім, мен үлкен аудиторияға тарс еткізіп кіріп кеткен кезде, лидті әкелсем, аяғым қирап Короче, Аслан, танцуй, покажи какой-то крутой маркетолог деген сұрақ қойған. Шпагатқа отырып, мостикке тұрып, бүкіл өнеріңді көрсет деген сөз ба? Жоқ, ондай емес. Запрос шыны керек. Менде жалпы осындай сізде сала болып кетті. И сосын мен жүйе жағы, енді мен сізде сырттан көп бақылап жүрмін ғой. Всегда келімге уже 4 ай болды, келатырмын деп жүргеніме. Маған тек қана осы жаңа частный мектептердің жүйесін құрдым, жаңа айтып жатырмын, естіп отырмын ғой. Уже түсініп жатырмын да, так, уже маркетингге қарай, сізге қарай уже келу керек, алдағы уақытта деген. Қараңыз, енді бұл жерде маркетинг бастардың алдында жаңағы дұрыс алдын ала сіз келіп отқан не үшін? Себебі мұғалімдердің аудиториясы мен жаңағыдай мектептің оқушылардың аудиториясы екеуі екі түрлі. Екеуі мүлдем, значит, маркетингі де бөлек болу керек та оның. Мысалы, егер біздер мұғалімдерді алатын болсақ, сізде демек жеке бренд өте жақсы дамыған, именно мұғалімдермен жұмыс жасауға. Енді сізге жеке брендтің стратегиясы шәкірттермен, яғни оқушылармен жасалу керек па? Мысалы, қазір әртүрлі TikTokта, Instagramда бар ғой, жаңағы мұғалімдер физик не деп әртүрлі немен экспериментпен көрсететін, өлеңмен жеткізетін әртүрлі сондай направлениеда істеуіміз керек та біздер. Не үшін? Соған ата-анасы қарап, себебі лицо принимающее решение, шешім қабылдайтын адам бұл ата-анасы. Қалай болғанда да балаға ұнаса да ата-анасы ақша төлейтін. Солай ғой. Сондықтан бізге ата-анасын да ұстайтын контент керек, және баланы да қызықтыратын контент керек. Сондықтан сізде 3 түрлі стратегия болады да бұл жерде. И мендегі мәселем мотивация жағынан именно маркетинг саласындағы адамдармен маған қиындау. Білмеймін, именно мотивация жағын, олардың психологиясын маған кейде түсіну шынымен де қиын болады. Әрине, себебі олармен өте қиын жұмыс жасау. Солай ма? Себебі маркетологтар, бұлар креативный адамдар. Бұлар деген жұмысқа сағат 12-де шығады. Жұмыста 12-ге шығып, кальян шегіп, обед ішіп, одан кейін ұйықтап, түстен кейін сөйтіп жұмысқа шығатын адамдар ғой. Былай айтқанда, енді утрирую, конечно. Енді былай, то есть андай креативный адамдар, яғни тәртіпке бейімделмеген адамдар. В общем, маған алдағы уақытта шыны керегі нақты маркетингтің ішінде маркетолог болса, оған мотивация қалай қоямыз, KPI қалай қоямыз, оклад қалай қоямыз, процент қалай қоямыз, ол маңызды да. И оны мен таңдау психотипіне қарай бөледі ғой өзі. Галлап тест деген сияқты нәрселер бар екен ғой. Вот сол жақтардың барлығын бірінші біліп алып, и сосын мен қанша аудиторияны қамтимын, маған қанша команда, қанша адам керек. Менде ол қараңғы вот именно. Себебі мен қазір мұғалімдер үшін неше адам керек екенін білемін, бірақ оқушы үшін командада қанша адам болу керек екенін мен білмеймін. Білмеймін, оның ішіне кіргім келіп тұрған жоқ. Себебі маған баланы жинау қатты қиындық тудырып тұрған жоқ. Неге? Себебі менің алдымда уже мұғалім бар. Ол мұғалімнің артында кемі 10 бала бар деген сияқты да. Ол арқылы мен келе аламын. Бірақ проблема мен ұстай аламын ба деген сұрақ қана. Вот сол жағынан алдағы уақытта сол мәселені шешемін, кішкене сеніммен кірем ба деген ой болып жүр. Бір мұғалім қанша баланы оқыта алады?
онлайн болсын офлайн болсын білмеймін, сіздің стратегия қалай, онлайн ба офлайн ба оқыту? Мысалы мен қазір мысалы келесі айда ноябрьде басталайын деп жатыр, бір потокта мен 500 мұғалімді оқытайын деп отырмын. 500 бір мұғалім, тренермен бір тренер. бір тренермен просто ол жерде мықтылықты қай жерге қоямын, кураторға қоямын плюс бөлек, потому что и ол бізде арнайы платформа бар. Ол мұғалім по-любому ол кірсе бір 30% ғана кіреді, мысалы неге зумға кіреді, потому что көбісі Тренер, ол тренердің астында иә 500 иә мұғалім, иә, солай ма? куратор қоямын мысалы. Иә, 500 мұғалімді қанша куратор болады? 3 куратор қоямын. Иә, 3 куратор болады мына жерде. Да? Не. Куратор 3. Иә, мынаны бақылайтын. Мынау 1. Бұлар қалай группаға бөліне ма или общий бір чатта отыра ма 500? Группаға бөледі. Әр куратор өзіне мұғалімдерді алады. Бірақ тренер бір зумға кірген кезде кіреді, потому что бір жағынан ол маған шығын жағынан Әр кураторға, яғни 150-170 мұғалімден, неден деңгейіне қарай бөліп тастаймын. Деңгейіне қарай келеді. Енді дәл осы схемамен сіз балдарды оқытқыңыз келеді, солай ма? Дәл ол системаны қатты 100%, ол системаны қолданатын возможностьтарды қарастырамын, бірақ бар, ол категория өте көп бөлінеді ол жерде балалар. Мына жерде себебі мынау нереально деп айтқым келіп тұр балдарға. 500 бала, балаларға нереально. 170 бала бір чатқа кірсе, мүмкін емес бұл система. мүмкін емес, себебі оларда расфокус басталып кетеді. Оларда, мұғалімдер мына жерде өзінің ақшасын төлегесін, өзі вовлеченный болғасын, ол 200 мың адам отырса да, ол өзінің алу үшін өзі істейді. Сондықтан бұл формула жұмыс істемейді. Сондықтан біздер басқаша жұмыс жасауымыз керек. Ең мықты нәрсе қандай? Дәл сіз қандай компания құрастыруыңыз келеді, сондай компания табу керек нарықта. Және бұларға барып қарау керекті, бұлар қалай істеп жатыр. 20 баладан оқытып жатыр ма, 200 баладан оқытып жатыр, қанша баладан оқытып жатыр. Единица масштабирования деген болады. Содан уже команда шығады да, мынау сіз компанияның басшысыңыз, одан кейін астыңызда мына академический директор болады, иә? Академия жағы, яғни білім жағынан. Соның астында уже кетеді. Тренерлар кетеді, тренерлермен кураторлар жұмыс жасайды, сөйт, соның астында уже балдар кетеді. Міне, мынау бөлек обучающий блок болады. Екінші блок ол коммерческий директор. Коммерческий директордың астында екеуі болады. Бұл руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела продаж. Сосын екеуі уже оның астында кетеді, маркетингтің астында SMM кетеді, мынаның астында дальше таргетолог кетеді, және сізге обязательно личный брендпен нені дамыту үшін мына жерге не болады, или продюсер болады, или білмеймін, может, контент-мейкер и так далее, сондай болады. Иә, сөйтіп біздер бөлеміз. Мына жерде қанша сатушы уже мына адамдардың келуіне және нагрузкасына байланысты болады да. Яғни оқушы жағы, тренер жағы, оны бөлу деген бәрін есептей аламыз ғой. Вот маған мына жағын есептесеңіз, себебі мен мына жағын білмеймін. Ал мына жағын мен білемін. Вот керісінше болып тұр мен қазір. Сонда екеуміз бірге жұмыс жасасақ, мына жерден бізде нәтижесін шығарады. Мен мынаны біліп тұрмын да, мынаны білмеймін, себебі модельге байланысты. Әрбір кәсіпкер өзінің ісінің маманы болса, мен қалған жүйені құрастырып бере аламын да. Сонда жеңіл. Мен жағынан мәселе жоқ, себебі бізде әрбір проекттің өз басшысы бар. Супер. Онда сіз мынаны есептеп шығыңыз. Хорошо? Қазір енді мен сізге мынаны айтып түсіндірейін. Мынаны айтып түсіндіретін болсақ, бізде жалпы мына жерде жаңағы есептейік. Орта чек қанша адам болады? Ол жерде орта чекті қазір бере алмаймын, себебі бізде андай проект бөлек. Мысалға алайық, 20 мың деп алайық. Мақұл. Мысалы, айына 20 мың деп алайық. Сонда ол бір жылда 1 миллиард дедік қой, иә? 100 мың баланы оқыта берейік деп пока. Иә, міне 1 миллиардты біздер бөлеміз 20 мың теңгеге. Иә? 50 мың бала бір жылда бөлеміз 9 айға. Иә, 5 мың бала, 5 мың жарым бала айына оқытуым керек та. Енді 5 мың баланы табу үшін мына жерде, менде мына жерге мына план шығады да, жоспар. 5555 баланы мен мақсат қылып қоямын. Сонда мен есептеймін. SMM-дан қанша келеді, таргетологтан қанша келеді, иә? Мынадан қанша келеді. Сөйтіп мен бөлем. Содан кейін бір баланың лидпен келетін бағасын есептеймін. Бағанаға разборлардан көрген шығарсыз, иә, лидтің бағасы мен есептейсіз. Сонда менде шығады қанша ақша маркетингке керек екен. Бір жылдың ішінде, или бір айдың ішінде, немесе күнне дейін. Сондан кейін жаңағы айтқан бізде сразу бірден 5 мың баланы қабылдамаймыз ғой. Бізде жайлап бастаймыз. 100, 500, 1000, сөйт көтере береміз оны ай сайын. Яғни одан кейін мына стратегия шығады. Бұны қанша жылда мысалы? 3 жылдың ішінде бұған келу деген жоспар шығады. 3 жыл. Яғни бірінші айда 100 бала, екінші айда 500 бала, солай 3 жылда мен 5 мың балаға келуім керек. 3 жылда
міне 1 миллиард өзімсіз жұмыс жасап істеп тұратын жүйені құрастыруым керек деген. Солай ғой. Себебі қазір сіздің мен түсініп тұрған ішкі сізді жеп тұрған нәрсе барлығы сізге байланып тұр да. Сізге тәуелді болып тұр. Сол үшін сіз ақша тауып үйрендіңіз, бірақ сіз өзіңіз жаңағы жүйелі адам болмағандықтан сіз шаршап кетесіз, выгорание кетіп қаласыз да. Бұл болды жылдың басында. Прям тоқтаттым, демалдым. Сол минустарға жүрмін, қайтадан плюсовать етіп жатырмын. Жаңағы сол жеке тұлға ретінде сіз күйіп кеттіңіз. Енді сіз кәсіпкер ретінде істегіңіз келеді, бір жүйелі түрде сіз өзі келіп тұратындай. Сол білім саласында дұрыс, аха. Дәл таптыңыз. Сол түсініп тұрмын ғой. Иә, анау главный мынау сіз айтып жатқан ішіндегі адамдардың мотивациясы имаған көп кіріп шығу емес, максималда да күшті немен кіріп жұмыс жасағанын қалаймын да, сосын ғой енді қараңыз, иә, қайтадан айтайын. Мына оны жауап беретін руководитель отдела маркетинга деген бар. Яғни бұл адам жауапты. Осы адам жұмыс жасайды бұлармен, сіз емес. Сіздің мақсатыңыз бұл жерде мына жерде басқарып, коммерческий директор дұрыс тапсаңыз, руководитель отдела маркетинг тапсаңыз, мынаны өзі бақылайды және бұларға декомпозиция жасап, бұған жауап беретін адам. Бұлардың көрсеткіштерін айтатын болсақ, SMM-дікі KPI-лары не болуы мүмкін? Охват, подписка. Одан кейін не? Engagement rate, уровень вовлеченности. Одан кейін келесі продажыға дейін алып келетін нәрселердің бәрі. Заявка. Бір группаға жеткізу, вебинарға жеткізуге дейін бұлар осылардың көрсеткіштері болады. Әрқайсынікі. Бірақ одан кейін лидтің жаңағы квалифицированный болу осыларға байланысты. Осыға дейін воронканың тек бас жағы бұларда. Ал воронканың аяқ жағы мыналардың мойнында. Бұлар жауап береді. Енді мына жерге біз қоюымыз керек. Немесе конверсия, немесе количество, немесе бағасы. Осы показательдерге біз есептеп қараймыз. Оның алдында тест жіберіледі. Одан кейін міндетті түрде бұл адамдарды алған кезде сіздің салада, сіз сияқты компанияда, сіздің масштабта нәтиже көрсеткен адам деп біз сөйтіп аламыз. Андай емес, айналайын мен сіздің проектке келіп үйреніп алайыншы деген адамдар емес. Сол үшін біз бұларға тиянақты ақшасын төлеуіміз керек. Жаңа менің маркетологым айтады да, бір TikTok-тан таргет жіберетін бір адам компанияға хабарласқан ғой. Солардың условиясы айтады. 500 мың төлеймін дейді окладта, плюс 3% бюджеттен дейді. Қалай сізге? Нормально? Реклама жүргізіп берген кісіге ғой. Иә, реклама жүргізіп, таргет жіберген адамға. Негізі 150 мыңнан басталады, бірақ сіздің проекттеріңіз масштабный, үлкен, жұмысы көп. Сондықтан біздер 500 мың аламыз дейді, плюс 3% рекламный бюджеттен аламыз дейді. Мен айтам, мынаған келсем, себебі жұмысы көп, бірақ мынаған келіспеймін. Не үшін? Мына жерде адамның бюджеті көп кеткен сайын 10 мың доллардан 3% қанша алады сонда? 300 доллар алайын деп тұр ғой менен. Түсініп отырсыз ба? 10 мың доллардан 300 доллар алайын деп тұр да. Яғни бұның мотивациясы не болады? Көбірек бюджет сливать ету болады да. Ал менің мақсатым наоборот, мына жердегі заявканың саны көп болу. Бірақ бұған бәрібір заявкаға мына жерде KPI сәйкес келмейді. Сол үшін айтам, мен әрбір целевой лидке 0,5 50 цент төлеуге дайынмын деп. Қазір мен мысалы бір прогрев қыз отырғыздым. Менің өзімнің біраз функциялар беріп жатырмын қазір. Бізде мысалы, наоборот, маржинальность мұғалімдерде көп, потому что олар көбіне доступпен оқиды. Доступпен оқығаннан кейін просто дайын тұрған сайттан доступ ашып береміз да. Ең көп даже таргетсіз де айлар болған. Вообще таргет жүрмей, салмай, сарафанкамен бір-екі нәрсе ойнату болмаса, бір әріптесін шақыру деген секілді. Сол қазір қызға мен былай қойып отырмын. Білмеймін, мотивациясы более нормально, енді көрем, кеше сентябрь өзі жасап шықты. Қанша төлеп отырсыз? Неге төлеп отырсыз? Маған кеше сентябрьде оған окладта бірден келдім да, ол обычно жүрген қыз еді. Просто оклад. Оклад 150 мың плюс 2% ойын. Тазадан. Енді қараңыз. Маркетингке кеткен полный сумманы общийден алып тастаймын. Таргетті, сосын тағы қандай ақша кетеді, соны алып тастаймын. Енді қараңыз, ол окладқа келісуге болады, бірақ ол уақытша мотивацияда адам тойғанға дейін. Бұрынғы жұмысы 150 болып, қазір сіз 300 төлеп отырсаңыз, бір 3-4 айға сол 300 мың нормально болады. Ол қуанып жүреді да. 3 айдан кейін тойып қалады, 3 айдан кейін кекіріп бастайды.
все болды, мен тойдым, маған тағы да керек деп тағы да ыңылдап бастайды, немесе басқа да проекттер іздеп бастайды 300 мыңнан. Сөйтіп не істейді, сіздің проектіңіз артта қалады. Ал мына мен ұсынып отқан KPI системасы не? Мынау жұмысыңа, мынау нәтижеңе деп беріп отырмын да. Сонда мына жердегі нәтиже, ол не істеу керек? Мен лидтің жоспарын берем. Міне лидтің жоспары. Осыны мынаған көбейтемін де шығарып берем. Осындай ақша төлей аламын саған деп. Ол проблема шынымен менде болды. Былтыр Яғни мына жерде мынандай лид алып келетін болса, $2700 ол мынаның үстіне қосып таба алады. Яғни $2700 деген қанша бұл? Теңгемен есептегенде 1,5 миллиондай шығады, 1 миллион 300-дей шығады. 1 миллион 300 плюс 1 миллион 800, почти 2 миллион теңге таба аласың деген сөз ғой. 2 миллион теңге сен дайынсың ба адаған 1 миллиардқа шығарып берсе деген сөз ғой. Түсініп отырсыз ба? Түсіндім иә ол жағын. Ол проблема болды менде, потому что ропта сондай болған. Сондықтан біздің мақсат бұл жерде мынаның показательдарына байлау. Міне. Бюджеттен емес, нәтижеден. Главный шешімі бар. Енді түсінікті. Енді сіздің мақсат келесіде келгенде мынаны есептеп, маған дайындап алып келіңіз. Сосын солмен уже біздер шешім. Ол процесс, жаңа жылдан кейін қойылған не ғой, проект пока мен сол маркетинг жағын жауапкершілік менде болғаннан кейін, ал проект ол бізде тренерлерде есептеткіземін. Енді оның мақсаты сіз жаңа жылдан кейін бастауыңыз керек. Не үшін? Жаздың кезінде сіз запуск жасай алмайсыз. Жаздың кезінде ешкім оқымайды. Жазға дейін сіз бұны бастап кетуіңіз керек та, жаздың кезінде, чтобы мен көктемде уже нені планканы қойып отырмын, аудиторияны жинай беремін. Мен всегда андай маркетингке бірінші қойған кезде тегін, одан кейін аз сумма, сосын барып сенім қалыптастырып болғаннан кейін маған үлкен сумма ұсыну қиын емес. Қазіргі ең бірінші сіздің тапсырма охваттарды көтеру, подписканы жинау. Бұл контент мейкермен не істеу, ататын рилстарды түсіру ғой. TikTokқа да, Instagram. Психологиясын максималды түсіну келіп отыр. Молодец. Соған қарай бөлемін деп отырмын. Супер. Жақсы, рахмет, пока. Рахмет. Бұл разбордан біз түсінген нәрсеміз, яғни кәсіпкерлер әрқайсысы өзінің ісінің маманында, бірақ жалпы жүйені қарайтын болсақ, жалпы жүйедегі маркетинг, продажи және басқа да салаларға көп мән бермейді екен. Сондықтан егер біз өзіміздің ісіміздің маманы болып ары қарай дамымыз келсек, бізге жүйенің де басқа жақтарын зерттеуіміз керек, оқуымыз керек және коронаны шешу керек та бәрін білемін деген.